Жылдам хабарнама, шұғыл дерек, жұлдызды жаңалық. Ассалаумағалейкум арма қазақ. Біздің каналымызда сіз жұлдыздың өмірлері турасында толығырақ мәліметке ие бола аласыз. Егер осы турасында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Егіз лебіз бағдарламасының кезектегі шығарылымына Ақжол Мейрамбеков қазылық етті. Әнші Жұлдызаймен жұп болған Бағлан Әбдірайымовтың өнеріне баға берді. Бағланның жігіттер тобында өнер көрсетіп жүргенін білемін. Бұл жұпты Бағлан алға тартып жүр. Бағланның әні жақсы екенін де білемін. Ал Жұлдызай әнші емес болғандықтан техникалық қателіктер жіберді. Әнінің сөзін ұмытып қалды. Тоналысты жоғалтты. Өзінің мамандығы қандай деп сұрады Мейрамбеков. Майра Ильясова, Айгүл Иманбаева жұптың өнеріне тиісті дәрежені орындалмағанын атап өтті. Ал Бағлан Әбдірайымов техникалық ақаулықтарға байланысты өз қалағанындай деңгейдегі өнер көрсете алмағанын мойындады. Бұл ретте Димаштың анасы Света Айтбекова сонымен қоса Жұлдызай ханымды танымай қалған Мейрамбековтың әрекетін құптамады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.